Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ шығатын пряниктің рецебімен бөлістім. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ заттарымызды араластырып алатын боламыз. Ол үшін ұнымызға қантымызды салып, қопсытқышымызды салып, какаомызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап құрғақ заттарымызды араластырып болған соң үстіне 2 жұмыртқамызды салып және де жылы сүтімізді құйып бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып барлығын жақсылап араластыра отырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабысатындай өте жұмсақ нәзік қамыр болып шығады. Құрамына қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Және де сіздерден сұрарым, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен, тәттілермен бөлісетін боламын. Осылай қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міне біз қамырымызды илеп алдық. Өте жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр болып шығады. Қамырымызды жайып алатын жерімізге біраз қасықтай сұйық майымызды құйып, қамырымызды түсіріп алатын боламыз. Қамырымызбен жұмыс жасау оңайырақ болады. Және де осылай қолымыздың көмегімен осылай ұзынша етіп жайып, пышақпен кесіп алатын боламыз. Егерде таразыларыңыз болатын болса, таразының көмегімен барлығын біркелкі етіп кесіп шықсаңыздар да болады. Кесіп алған қамырларымызды осылай қолымыздың көмегімен кішкене жайып, арасына салмасын салатын боламыз. Сіздер арасына шоколад немесе вареный сгущенка қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша қосып, қолымыздың көмегімен осылай домалақ пішінге келтіріп, барлығын солай жасап шығамыз. Әрине бұл ішіндегі салмасы қатты міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Осылай барлық қамырларымызды домалақ етіп дайындап алған соң, сахарный пудраға осылай аунатып шығамыз. Ол өзінің ерекше әдемілігін, дәмін беретін болады. Және де табамыздың астын майлап, барлығын салып шығатын боламыз. Және де алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пряниктеріміз пісіп шықты. Өте әдемі, өте жұмсақ болып піседі. Әсіресе қонақ келгенде дайындасаңыздар, өте тез дайындалатын тәттілердің бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Құрамына қатты қымбат заттар да кетпейді. Өте дәмді әрі тез дайындалатын тәттілердің бірі болғандықтан сіздер де дайындап көріңіздер. Және де менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Назира.